Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 18-ші сабақпен танысамыз. Аспан әлемінің арғы жағында не бар? Аспанның арғы жағында ғарыш бар. Ғарышта жұлдыздар, күн, ай, жер және басқа да планеталар болады. Түнде көрінетін жұлдыздар ғарыштағы алыс жарықтар. Ғарыш өте үлкен және шексіз. Ғалымдар ғарышты арнайы зымырандармен зерттейді. Не байқадың? Бұл суреттегі адамдар не істеп жатыр? Суретте адамдар аспан әлемін бақылап жатыр. Олар арнайы құралмен жұлдыздар мен айды қарап тұр. Бақылағандарын жазып отыр. Бұл адамдар астрономдар. Адамдар неге ғарышты зерттей бастады? Адамдар ғарышты білу үшін зерттей бастады. Аспанда күн, ай, жұлдыздар не үшін керек екенін білгісі келді. Ғарыш өте қызықты және жұмбақ болғандықтан зерттелді. Ғарышты қандай құралдар арқылы зерттейді? Ғарышты мына құралдармен зерттейді. Телескоп алыс жұлдыздарды көру үшін, зымыран ғарышқа ұшу үшін, жасанды серік жерді ғарыштан бақылау үшін, ғарыш кемесі ғарышкерлер ұшатын көлік. Сен қандай зерттеу құралын құрастырар едің? Мен сиқырлы телескоп құрастырар едім. Ол телескоп жұлдыздарды жақын көрсетеді. Ай мен планеталарды анық көруге көмектеседі. 4 үйде оның үлгісін жасауға болады. Дәретхана қағазының бос орамын ал. Bir ұшын мөлдір қағазбен жап. Сыртын жұлдызбен әшекейле. Міне, сенің телескопың дайын. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.